Мыс алғаш рет пайдалы қазбаларды іздеуде канадалық технологияны қолданды. Қарағанды облысында жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарында Target M жаңа аэрогеофизикалық жүйесі сыналды. Бұл күрделі тау қатпарларында мыс пен алтынның перспективалы кен орындарын анықтауға мүмкіндік береді. Жаңа технологияның тағы қандай артықшылықтары бар? Бұл туралы толығырақ келесі бейнесюжетте. Геологтар канадалық мамандар жасаған жаңа буын технологиясын сынап көру мақсатымен әуеге көтерілді. Мамандар 80 метр биіктікте тың технологияның ғаламатын тексермек. Айналу аумағы мен жер бедерін зерттеу тереңдігі шамамен 600-800 метрге жетеді. Канадалық Target M жүйесі аэроэлектр барлау жұмыстарының индуктивті әдісі болып табылады. Қазіргі таңда Қарқаралы ауданының аумағында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жұмыс көлемі 3000 км болып келеді. Қазіргі таңда жұмыстың 20% орындалып бітті. Геологтар зерттеу жұмыстарын 15 күнде аяқтауды жоспарлап отыр. Әрі қарай камералық өңдеуге өтіп, жаңа жылға дейін есептеулердің нәтижесі айқын болады. Айта кетерлігі, заманауи технологияның ерекшелігі маңызды ақпаратты елдің кез келген нүктесінен күн сайын алуға мүмкіндік беретін көрінеді. Канадалық мамандар бұған дейін Target M жүйесін тек тесттік режимде қолданыпты. Бұл Қазақстанда жаңа технология бойынша ең бірінші рет қолданып отыр. Тек қана Қазақстан емес, дүние жүзінде. Өйткені коммерциялық тұрғыдан бұл технология қолданбаған әлі. Сол ойлаймыз, енді осы технология жақсы нәтиже беріп жатса, өте қуанамыз. Өйткені тек қана біз емес, біздің мердігеріміз де бізге сеніп осы технологияны қолданысқа беріп отқан. Солар да күтіп отыр. Егер де сол жұмыс жасаған аймағымызда үлкен бұл ертең жақсы кен орны ашылып жатса, бұл нұр үстіне нұр деймін. Пайдалы қазбаларды іздеудегі ең озық жабдықты Қазақмыс барлау компаниясы жиі қолданатынын айта кеткен жөн. Олардың қызметіне Қазақстанда ғана емес, әлемде сұраныс жоғары. Жақында геологтар Австралияда зерттеу жұмыстарын жүргізді. Мұндай халықаралық тәжірибе қызметкерлердің біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ тау-кен металлургия алыбының минералды шикізат қорын толықтыруға оң әсер ететіні сөзсіз. Аділжан Бердібеков, Амир Батов, Атамекен бизнес.